Аюми енді 4-еу болды. Халыққа танымал үштікке мына Назым есімді алматылық бойжеткен келді. Қазақ сахнасында өзіндік орны бар белгілі топтың қатарынан Назым қалай қосылды? Өзінен сұрап көрелік. Как я попала в группу? Мен топқа қалай қосылдым? Мені кастингке шақырды, және кастингте жолым болды. Міне бүгін Аюми тобындағы алғаш дебютімді жасап отырмын. Мен барынша тырысамын, артық ештеңе айтпай-ақ қояйын, тек күтіңіздер. Осылайша Аюми тобы 4 қабырғасы теңеліп, кеше өткен Star of Asia сахнасында тұңғыш рет жаңа құраммен өнер көрсетті. Топқа келген Назым бұған дейін кәсіби түрде бимен айналысып келген. Ал жаңа құрам алдағы уақытта тыңдармандарын қалай қуантпақ? Өздері сұрашсын. Как вы видите, наш состав... Енді бізден тек жақсы дүниелер күтулеріңізді сұраймыз. Біздің болашаққа деген мықты жоспарларымыз бар. Сүйікті тыңдармандарымызға тек сабырмен күтуді өтінеміз. Бәрі де өте жақында. Иә, қысқа жауаппен жалтарды бұл қыздар. Ендеше алда Алуа Қонарованың қыздарынан сапалы тың дүние күтетін боламыз. Ал Назымға шоу-бизнеске қош келдің дейміз.